жер қыртысынан 15-50 километр аралық биіктікте озон қабаты бар екенін білетін шығарсыздар. Осы озон қабатының арқасында алғашқы жануарлар құрлыққа шыға бастады. Дәл осы озон қабатының арқасында күннен келетін ультрасәулелер мен инфрақызыл сәулелердің деңгейі аз. Бірақ дәл қазір озон қабаты біз ойлағандай барлық жерде бірдей орналаспаған. Достар, сіздермен бірге Казблокнет каналы бүгін озон тесігі деген терминді біршама қарастыратын боламыз. Негізінен озон қабаты стратосферада орналасқан, ал озон қабатының тесілуі осы екі фактордың негізінен жүзеге асады. Бірінші, табиғи процесс арқылы ауаның ластануы, екінші антропогендік, яғни адам қолмен жасалынған әрекеттер. Антропогендік процестерге ядролық жарылыстар мысал бола алады. Дәл осы ядролық жарылыстардан озон қабаты тесіліп, түрлі қауіп келіп жатыр. Ал табиғи процестерге вулкандардан шығатын зиянды газдарды айта аламыз. Озон қабатының тесілуінен тездететін тағы бір фактор ол космос ракеталарының ғарышқа шыққанда озон қабатын тесіп өтуі. Сол үшін де Қазақстанның Байқоңыр аймағына түсетін ультракүлгін сәуленің мөлшері басқа жерге қарағанда көбірек. Озон қабатының тесілуін ең бірінші рет 1985 жылы Ұлыбританияда Джо Фарменнің ғалымдар тобы байқаған болатын. Сол кездегі озон тесігінің диаметрі 1000 километрден астам аумақ болатын және ол Антарктида төңірегінде орналасты. Дәл қазір Антарктидадағы озон тесігінің аумағы өзінің рекордтық шамасына жетті. Шамамен 27 миллион километр квадратты алып жатыр. Ал мына бір гифкалардан сіз озон қабатының мөлшерін көре аласыз. Қанық көк түс озон қабатының сиректігін көрсетеді. Оң жақтағы бейнеде қазірге дейінгі және болашақта дәл осылай жалғаса берсе қалай болатынын көрсетіп тұр. Ал сол жақтағысы, егер біз зауыттарда фильтрлеп толығымен табиғатқа зиянсыз баламалы энергияға көшкенде бейнені көрсетіп тұр. Озон тесігінің зияндары біршама. Озон тесігі әсерінен қатерлі ісік секілді аурулар кеңінен таралады. Өйткені күннен келетін ультракүлгін сәулелер қатерлі ісік тудыратын бірден бір фактор. Қазақстанда болып кеткен Экспо 2017 баламалы энергияны көптеп тұтынуға арналған. Түрлі елдің ғалымдары бір-бірімен пікір алмасып, болашақта толық дерлік баламалы энергия тұтынуға көшсек, озон тесігінің ұлғаюы да тоқтатылатын болады. Достар, мені 68% адам тіркелусіз көреткен. Сондықтан дәл қазір сен міндетті түрде тіркеліп қоңыраушаны басып кет. Ал бұл Казблокнет арнасы, сау болыңдар.